16 ғасырдағы қазақ хандығы. Құрметті балалар, бүгінгі қарастырылатын тақырыбымыз қазақ хандығы Қасым мемлекеттік шекараларының өсуі. Қазақ хандығы 16 ғасырдың екінші жартысында. Хақназар билігі. Сонымен 16 ғасырда қазақ хандығының шекарасы едәуір ұлғайды. Өз кезінде жерді біріктіру процесін жедел жүзеге асырып, көздің бірі Жәнібек ханның ұлы Қасым 1523 жылдар болса, әкімшілік және саудадағы Сығанақ қаласы болса, кейіннен Түркістан қаласы қазақ хандығына болды. Қазақ хандығы кейін бұрындық хандар Ақ Орданың ері, Алтын Орда мен Ақ Орда ұмытушы, әскери, саяси және дипломатиялық күрес. Қасым хан үздік шыққан мемлекет қайраткері болды. Қазақ хандығы Қасым хан тұсында ұлы князь Василий III тұсында 1505-1533 жылдары Москва князьдігімен дипломатиялық байланыс орнатты. Қасым тұсында қазақтар этнос ретінде Батыс Европада да белгілі болды. Сефеви әулеті мен қазақтарға қарсы екі майданда соғыс жүргізуге мүмкіндігі жоқтығына көз жеткен Убайдоллах хан қазақтармен бейбіт келісімге келуге мәжбүр болады. Екі жақ бейбіт келісім шартқа қол қойып, Қасым ханның қызы Убайдоллахқа тұрмысқа шығады. Оңтүстіктегі шекарасын қауіпсіздендірген Қасым хан батыстан Ноғай ордасына қарсы күресін бастады. Қасым хан алғашқы қазақ заң ережелері Қасым ханның қасқа жолын жарыққа шығарды. Заң қазақ арасында бұрыннан қалыптасқан әдет-ғұрып ережелері негізінде жасалды. Қасым ханның қасқа жолы қазақ халқының тұңғыш кодексі еді. Тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати Тарихи Рашидиде қазақ хандары мен сұлтандары арасында Қасым хандай құдіретті ешкім болған емес деп жазды. Қасым хан өлгеннен кейін сұлтандар мен феодалдардың өзара бақталасы, қырқысы күшейді. Өзара тартыс кезінде Қасым ханның ұлы және мұрагері Мамаш қаза тапты. Билік Әдіктің баласы Жәнібектің ұлы Тахирдің қолына өтті. Бұл 1523-1524 жылдар шамасы. Деректердің мәлімдеуінше, мінезі қатыгез, қолбасшылық дарыны мен дипломатиялық өнері аз Тахир тұсында қазақ хандығында дүрбелең басталды. Тахир Моғолстанмен байланысын сақтап, Сұлтан Саидтің ұлы Абд-ар-Рашидке қарындасын береді. Бірақ бұл да ұзаққа бармады. Тахирдан кейін билік құрған Бұйдаш хан тұсында қазақ жерлерін қайтаруға әрекет жасалынады. Ноғайларды Жем өзенінен әрі ығыстырады. Кейбір көрші ойрат тайпалары қазақтардың билігін мойындады. Дегенмен оңтүстік шығыстағы жағдай қауіпті болды. 1537 жылы Убайдоллах хан мен Моғол ханы Абд-ар-Рашидтің біріккен әскері Ыстықкөл маңында Санташ деген жерде қазақ-қырғыз әскеріне соққы беріп, Бауыш хан осы шайқаста қаза болады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің ол кезде Кашмирде еді. Қазақтар туралы тайпалардың бұл қауымдастығынан жер бетінде ізде қалған жоқ деп қателесуі осы оқиғалармен байланысты еді. 16 ғасырдың екінші жартысында әлсіреген хандықты біріктіруде Қасым ханның баласы Хақназар 1538-1540 Хақназар хан таққа отырған соң хандық өкімет билігін нығайтуға қажырлы күш жұмсады. Өзінен бұрынғы Тахир хан мен Бауыш хан тұсындағы бытыраңқылықты жойып, хандықты қайта қалпына келтірді. Хақназар хан билігі тұсын қазақ хандығының қайта өрлеу кезеңі деп атайды.